Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 ай Власенко көрермендері. Бүгін біздер қалалық прокуратурада тұрмыз. Біз бұл жерге келген себебіміз жаз бойына мына қала бойынша көптеген заңсыз пәтерлерді анықтауда, көптеген халықтың ішінен шыққан белсенділер бізге атсалысып көмектескен. Сол пәтерлерді анықтағанбыз. Сол пәтерлердің ішінде осы қалалық прокуратураның да қызметкері, облыстық прокуратураның да қызметкерін барын анықтағанбыз. Енді сол шындықты айтқанымыз үшін қазір қарапайым халықты қудалап, олардың бір табатын 70 мыңына ауыздарын ашып, сіздер заңсыз алып жатырсыздар деп, үйлеріне шейін барып, осындай прокуратура қызметкері осындай дүниеге барып жатыр. Сондағы басты ол кісілердің кінәсі қалалық прокурордың үйін барып анықтап. Ал енді қараңыздаршы, мына қалалық прокуратураның сыйқы, сіздерге көрінем екен мына айғызды қараңыздаршы. Лас қалалық прокуратураның мінекей адамның кіріп шығатын күнделікті жері. Бұл жерге өкімет өзі ақша бөледі, қалалық прокуратураға бүкіл жағдай жасалған. Бірақ қала прокуратурасы қарапайым халыққа назар аударғанның орнына кешке шейін тек қана қарапайым халықты кінәлі жасап, олардың бір алып жатқан 70 мың теңгелерін заңсыз танып, олардаға қыспақ көрсетуде. Неге олай? Неге прокурорларға осылай? Егер жұмыс жасасаңыздар, мынау не? Мына ящик не? Мынау ят емес пе, осындай ящик тұрғаны? Болмаса мынандай кір зданияда отыру ят емес пе? Міне, қараңыздаршы. Мінекей, қандай лас болып жатыр, осының барлығын, мысалы, бірінші тырнақ астынан кір іздемей, мысалы, көп жерде жоқ дүниені бар деп таппай, осындай көз алдыңыздағы тұрған дүниені жөндеп алсаңыздар болмай ма? Қоғам белсенділеріне тисе бергенше, мына жерде қараңыз. Мына қалалық прокуратура адамдарды, мына кірді қараңыздар. Мына адамдар мінекей арыз шағым тастайды деп өздерінше бетіп жазып қойған, мінекей, мына қараңыздар. Өтірік айтса, міне сынып тұр. Осының бәрін жөндеп қойға болады. Мына жердің кірі дегенің масқара. Қараңыздаршы, кір деген. Осының бәрін кім көрінгенге тиіскенше, қоғам белсенділер қарапайым адамдарға тиіскенше, осының бәрін жөндеп қойға болатын еді ғой. Мінекей, қараңыздар. Міне, қалалық прокуратураның мінекей сыйқы осындай. Мінекей. Мына жерді тоже қараңыздаршы, мына біреу жәшіктің сыйқы осындай. Халыққа деген құрметтің өзі, мәртебесі осындай ғана. Міне, халықтың прокуратураның алдындағы мәртебесі осындай. Отыратын орындығы міне мынандай. Мінекей, сынып, мінекей, осындай. Сәлеметсіз бе? Қалалық прокурор керек еді, да. Нет, пусть прокурор города выйдет на камеру, я без камеры не зайду, мне нужно официальный комментарий получить. Нет, чтобы он сюда спустился? Да. Не будете подниматься? Я без камеры просто, вы сейчас, у вас же есть сейчас положение, да. Қараңыз, қалалық прокуратура мінекей. Кір деген енді айта алмаймыз. Осының бәрін жөндеп қойып, бәрін сақадай сай, мына халықты қабылдауда, мына ящиктердің түрлерін қараңыздаршы, мінекей. Сызбаны нұсқа мына жерде бір. Кілттері жоқ. Осындай дүниені дүзеп алмай, халықты сынық орындықтарға отырғызып, ана ящиктердің сыйқы, мысалы, өздеріңіз көрдіңіздер, қандай, мінекей. Осындай арыз тастайтын жер, осындай, мінекей. Өздік. Ал енді осындай орындықтарға халықты қабылдап, ол ят еместі, бір 70 мың теңге алатын адамды қудалауға болады. Мінекей. Міне, қалалық прокуратураның тазалығы осындай, мінекей, осындай.